Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, жүргізушілер қауымы, амансыздар ма? Алдын мына жалға алу тақырыбын қозғап едік, транспорт жайында. Соның ішінде автокөлікті сатып алу мүмкіндігімен, ұзақ уақытқа сатып алу мүмкіндігімен жалға алу варианты көбіңізді қызықтырған сияқты. Комментарийге де жазып кетті, сол жайында толығырақ айтсаң деп. Енді оны қалай іздейміз? Әдеттегідей OLX-ке кіресіз, аренда автомобиля десеңіз, түрлісі шығады, компаниясы, жаңағыдай маркасы бар, басқа деген сияқты. Содан әрқайсысына звондап, хабарласып сұрап көрсеңіз болады. Біреуінде бар, біреуінде жоқ. Біреулер мүлдем бермейді, мысалға, сатып алу мүмкіндігімен, ондай жоқ дейді. Сондайдың енді тізбектеп тізімін жазасыздар да, көзбен көріп шығасыздар. Жағдайы жақсы біреуін таңдап, өйткені көліктердің, жалға берілетін көліктердің көбісінің жағдайы шаршап қалған. Өйткені күніге жолда жүреді, ана кісі алады, мына кісі алады, жалға біреу жұмыс істемей қояды, көліктен шаршайды ғой. Сол жақсысын табу қиындау. Бұның бір минусы. Содан кейін тауып болғаннан кейін ең көп тараған талаптардың бірнешесін айтып өтейін. Өткенде де айтқым. Бұл сақтандыру полисінің класы. Егер 6-дан немесе 5-тен төмен болатын болса, сізге автокөлік берілмейді. Төмен деген сөз, жол көлік оқиғасына көптеп түскенсіз, гаиде көптеп тіркелгенсіз деген сөз ғой, страховкаңыз. Егер мүлдем гаи қызметкерімен тіркелмеген, жол көлік оқиғаларын тіркелмеген болатын болса, сіздің классыңыз жоғары болады. Соған қарайды, сосын отбасылық жағдайыңыз. Егер үйленген, тұрмыс құрған қыздарға енді байланысты. Сондай болатын болса, ол да үлкен плюс. Тіркелген жеріңіз, тұрғылықты жеріңіз, көлікті айдау тәжірибеңіз қанша жыл, соның барлығын сұрайды. Бұл ең бір көп сұралатын сұрақтардың бірі. Егер талаптарына сай болсаңыз, көлікті аласыз, көліктің маркасіне байланысты, жылына байланысты, сатып алу уақыты да әртүрлі. Мысалға, жаңалары 3 жыл, 4 жыл болатын болса, ескілері жаңа Приора, Гранта, Нексия деген сияқты. Олар 1 жыл, 1,5 жыл. Күнделікті аренданың ақшасын төлеп жүресіз, 1 жылдан кейін көлік сіздікі болады дейді. Келісім шарт жасалынады. Енді жақын бір танысыңыз, туысыңыз болатын болса, былай сөзбен келіседі. Сол көлікті алған кезде бірден жаңағындай барлығын сұрастырып аласыз. Мысалы, бұзылған жағдайда қалай болады, моторы кеткен жағдайда, коробкасы кеткен жағдайда деген сияқты. Біреулердің талабы былай, 3 ай мен жөндеймін, бұзылған жағдайда, болмаса 6 ай мен жөндеймін, 6 айдан кейін толық жұмысын өзіңнің мойныңа аласың деген секілді өзінің бір талаптары болады. Соған өзіңіз ыңғайлысын көресіздер, іздестіріп. Ешқандай бір несі жоқ. Бұл енді кімге ыңғайлы? Банктен, әрине банкпен алғандарыңыз дұрысырақ қой негізі, өйткені сіз ол жерде жақсы жағдай, жақсы біреуін таңдай аласыз. Бұл жерде көбісі шаршап қалған көліктер. Енді банкте қара списке, қара тізімге кіріп кеткен, болмаса қандай да бір себептермен оған несие рәсімделмейді. Мүлдем ешқандай варианты жоқ көлік алатын. Осындай бір вариант туындап тұрса, оның үстіне бір жақсы бір көлік жолығып қалатын болса, неге алмасқа? Бекерден бекер күнделікті арендаға төлеп жүрмейсіздер, ол көлігіңіз өзіңізге қалады. Өзіңіздің көлігіңіз болғаннан кейін оған жақсылап қарайсыз, саласыз деген сияқты. Шамалап осылай, тағы да басқа бір сұрақтарыңыз болып жатса, жаңа комментарийге жаза кетіңіздер. Мен осы жерден тікелей жауап беріп отырам, енді үлгергенімше. Үлгерем деп ойлаймын. Баршаңыз аман сау болыңыздар, ат көліктеріңіз аман болсын. Ассалаумағалейкум.